Мына есепке келсек, енді бірінші бөлу орындалады. 13-ті 4-ке көбейтсек 52, 52-ке 3-ті қоссақ 55 болады. Бөлу 26, 26-ны 1-ге көбейтсем 26, 19-ды қоссақ, 26-ға 19-ды қоссақ, 9-ға 6-ны қоссақ 15, бір ойда. Мынау 3, 45 болады. Мынау 45. Тең 13-тен 55 көбейтеміз. Мынау 45-тен 26. Бөлу көбейту орнында аударылады. Мынау 2 болады. 45-ті бөлемін 5-ке 9. 55-ті, 55-ті 5-ке бөлеміз 11 болады. Тең болады 9-дан 22. 22-ні 9-ға бөлетін болсақ, бізде 2,4 қалдық болады. 9-дан 4. 2,9-дан 4. Мына мына терістен шығады. 2,9-дан 4 қой. Анау 1,7-ден 5. 2,9-дан 4-тен 1,7-ден 5-ті азайтайық. Үлкеннен кішіні. 2-ден 1-ді азайтсам 1. 9 мен 7-ге ортақ бөлім 63. 63 9-ға бөлем 7. 63 7-ге бөлем 9. 4 7-ім 28. Азайтам 5 9-ым 45. Тең болады. Мына жерде 28 45-ке шамасы жетпейді да. Сол үшін бірден көмек сұрайды. Ол 63-ке қосылады. 63 қосу 28 азайту 45 болады. Сонда бізде 63-ке 28-ді қосамыз. 63 қосу 28. 11 бір ойда. 6-ға 2-ні қоссақ 8, ойдағымен 9. 91-ден 45 табам. 11-ден 5-ті азайтсам 6. 46 болады мына жер. Сонда 63-тен 46 болады. Минус 63-тен 46. Осы біздің жауап болып табылады.